Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Абайдың табиғат лирикасы. Сабақтың мақсаты барлығы тыңданған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну. Көбі негізгі ақпаратты анықтау, тақырып бойынша постер жасау. Кейбірі мәліметтерді жинақтау, қосымша ақпараттарды анықтау. Оқу мақсаттары 6Т2 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау. 6Ж4 мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер, сызба кестелер жасау. Абайдың азан шақырып қойған аты Ибрахим. Әжесі Зере сүйкімді немересін Абай, яғни сүйкімді деп еркелеткен. Осыдан кейін ел арасында шын аты аталмай, Абай атанып кетеді. Абайдың әкесі Құнанбай Өскенбайұлы 1802 жылы өмірге келеді. Ол халық арасында өте беделді, абыройлы, әділ би болған. Ол 81 жыл ғұмыр кешкен. Құнанбай ел ішінде қажы атанған. Семей өңірінде Құнанбай қажының мешіті орналасқан. Абайдың әжесі Зере Абайға халық қазынасынан нәр беріп, бойына ізгілік шуағын сепкен, білімге итермеген ұлы ұстаз, тәлімгер ана. Анасы Ұлжан ұстамды, мейірімі мен ақылы мол дана кісі болған. Абай 12 жасында Семей қаласындағы Ахмет Риза Хазіретінің медресесіне түседі. Онда 3 жыл оқиды. Медреседе оқып жүріп, 3 айдай орыс мектебінен дәріс алады. Абай араб, түрік, парсы тілдерінде үйренеді. Абайдың табиғат лирикасы. Абайдың табиғат лирикасы жалаң келмей, жамыраңқы келеді. Оның пейзажы қимылға, адам мен қарым қатынасқа, мағыналыққа толы. Абайдың пейзажы біздің қанымызға дарып, санамызға сынып кеткен. Көктем келсе, біз Абайдың сөгілген бұлтын, ойнаған найзағайын еске аламыз. Жаз шықса, біз Абайдың көгорай шалғынына аунағандай боламыз. Күз болса, біз Абайдың дымқыл су бүріккен тұманына шомылғандай әсерленеміз. Қыс түссе, біз қалтыраған ақсақалды шалды көз алдымызға елестетеміз. Абайдың самалы сағымы желі, жамбыры үскірігі, аязы баяғы күйінде тұрғандай сезінеміз. Оның байлығы баршамызға жетіп жататындай. Абайдың бір ұлылығы осында. Табиғат адам баласының еңбек етіп өмір сүретін ортасы. Оны дүние жүзінен классик ақындары беріле жырлаған. Біреулер таза пейзаждық суреттер жасаса, екінші біреулері табиғат арқылы қоғамдық өмірді суреттейді. Абай да табиғатты өзінше жырлаған. Абайдың жаз, күз, қыс, қараша желтоқсан мен сол 1-2 ай, желсіз түнде жарығай атты табиғат лирикалары бар. Абай қыс табиғатын бұдан өзгешелеу стильде суреттейді. Бұл нағыз орыс поэзиясының классикалық үлгісімен туылған өлең. Абай қысы Некрасовтың Аяз атасы өлеңімен тәріздес. Бұл өлеңде Абай қысты бейнелей келе көшпелі елдің күзгі тіршілігі мен табиғаттың жүдеу көрінісін, кедей үйлерінің тұрмысын көрсетеді. Адам мен табиғаттың бірлігі тақырыбының орыс поэзиясынан ала отырып, Абай қазақ өмірімен байланысты кем дамытты. Балалар, енді міне тапсырмалар. Бірінші тапсырма, қазір біз дәптерге бүгінгі күнімізді жазамыз. Дәптерге қазір мына сурет бойынша жыл мезгілдерін атап жазыңдар. Жыл мезгілдері.
Енді келесі тапсырма. Сұрақтарға жауап бересіңдер. Абай кім? Қай жылы туды? Қай қалада ескерткіштер бар? Табиғат лирикасы дегенді қалай түсінесіз? Табиғат лирикасына жататын өлеңдерін атаңыз. Келесі тапсырма, мына кесте бойынша жұмыс жасаймыз. Кім жылдам? Бұл қай мезгілде болады? Ал енді балалар, қазір сергіту сәтіне көңілімізді бөлейік. Қазір балалар, мәтінге назарымызды аударамыз. Мәтінді оқыңдар, мәтінге ат қойыңдар, мәтіннің негізгі идеясы қандай? Келесі тапсырма, кластер құрамыз. Мына Абай атамыздың портреті ортасында. Осы портрет бойынша кластер құрамдар. Ал енді балалар, қазір рефлексия жасаймыз. Өзін-өздерін бағалайсыңдар. Алма ағашына бағаларыңызды жапсырасыңдар. Абайдың желсіз түнде жарығай өлеңінің мазмұны бойынша сурет салып келіңдер. Бұл үй тапсырмасы.